Сәлем достар, Айнұрдың асханасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен қазақтың ұлттық тағамдарының бірі женттің ерекше рецептімен бөліскім келіп отыр. Құрамына сүзбе қосып дайындайтын боламын. Дәмі өте керемет болып шығады және өзінің формасын жақсы ұстап тұрады. Жент адам ағзасына өте пайдалы тағам. Ауызашарға жасап қойсаңыз таптырмас тойымды ас немесе тәтті десерт ретінде де ұсынылады. Менімен бірге болыңыздар және видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен сүзбені алып, оған қоюлатылған сүтті, яғни сгущенканы қосып, 1 граммдай ванилин салып, блендердің көмегімен немесе қасықпен біркелкі етіп араластырып езіп аламыз. Тары талқанын алып, жент жасауды бастаймыз. Талқанға дайын сүзбелі массамызды құйып, ерітілген сары майды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Рецептің толық құрамын сипаттама бөлімінен көре аласыздар. Әбден араластырып болып, қолыңызбен осылай қысып көресіз, басып біріксе уже дайын болғаны. Әркім өз қалауынша әртүрлі формаға салып жасауға болады. Мен осындай формаларға салып жасадым. Скребоктың көмегімен алып, осылай тарелкаға салып қоя береміз. Немесе бұлай қолмен домалақтап, құрт тәрізді жасауға да болады. Дайын болған жентті қатыру үшін ыдыстарға салып, мұздатқышқа 1 сағатқа қойып аламыз. Осылай 4 қылып жасасаңыз да болады. Міне осымен жентіміз дайын болып қалды. Қалауыңызша бетін әртүрлі қылып әрлеуіңізге болады. Мен шоколадты бетіне ганажға берітіп алып құятын боламын. Ганажды жасау үшін қайнап тұрған судың буына ыдысты қойып, шоколадты салып, нүктеге құямыз, 1 қасық сары май саламыз. Жақсылап араластырамыз ерігенше. Еріген ганажды оттан түсіріп, сәл суытып, кондитерлік пакетке құйып аламыз. Пакеттің басын қиып, женттің беттеріне сеуіп шығамыз. Сеуіп болған соң мұздатқышқа тағы да қойып аламыз, шоколадын қатыру үшін. Достар, алдағы уақытта шығатын рецепттерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Мінекей сүзбелі жентіміз дайын болды. Сүзбе қосылған жентті сіздер де дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздерге ас болсын. Видеом ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.